Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қарапайым деңгей 43-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ай аттары. Грамматикалық тақырыбы жатыс септігі, асырмалы шырай, реттік сан есім. Грамматика. Ережемен танысыңыз. Жатыс септігінің сұрақтары кімде, неде, қайда. Қосымшалары да, де, та, те, ында, інде. Жатыс септігі іс қимылдың орнын мекенін білдіреді. Мысалы, ер елінде, гүл жерінде, өнер көзі халықта. Мен Ақтауда тұрамын. Арайлым мәшинеде отыр. Ұялы телефон ермекте. Сын есімнің асырмалы шырайы заттың бастапқы сапасын асыра көрсетеді, және сын есімге өте, тым, аса, әбден, орасан, нағыз, нақ күшейткіш үстеулерінің тіркесуінен жасалады. Мысалы, мына көйлек тым үлкен. Көкшетау жері талантты жастарға өте бай. Реттік сан есімдер заттың саналу ретін, орнын, тәртібін білдіріп, нешінші, қаншасыншы деген сұрақтарға жауап береді. Есептік сан есімдерге ыншы, 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 ыншы жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, бірінші, екінші, Сұлтан 3-ші курс студенті. Есептік сан есімдерден реттік сан есімдер жасаңыз. Мысалы, 10, 10-шы. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Мен тамызда демаламын. Берілген сын есімдерден асырмалы шырай түрін жасаңыз. Мысалы, ажарлы, өте ажарлы. Жаңа сөздермен танысыңыз. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Діни қабылданды. Жаңа сөздер мен сөйлемдер құрыңыз. Мысалы, ақпанда күн суық болды. Берілген сілтеме бойынша тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.